Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жеңіл және дастарханда әдемі көрінетін салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде қайталап жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жалпы менің каналымда өте ерекше қайталанбас салаттардың, хит салаттардың бірнеше рецепті бар. Міндетті түрде плейлистқа кіріп көріңіздер. Бізге керек заттар бұл кедровые орехи, руккола, моцарелла, осындай дөңгелек кішкентай түрі, дайын песто соусы. Бұл соустың рецепті менің YouTube каналымда бар. Сілтеме жоғары жаққа қалдырамын. Сол жерден өтіп жасап көрсеңіздер болады. Және алдын ала піскен 2 қызыл қылша және апельсиннің жартысы. Ең алдымен апельсинді жаңа турап аламыз да, сыртындағы қабығын ашимыз. Келесі қызыл қылшаны 2-ге бөлеміз және оны міне осылай бөліп шығамыз. Үшбұрышты жасау керек сонда бізге. Келесі руккола. Рукколаны жуып алдын ала кептіріп қойғанмын. Руккола қышқыл ащыдан берген жағдайда міндетті түрде ыстық суға бір салып алу қажет, болмаса тұзды суда 30 минут ұстау қажет, салқын суда. Оған соусты қосып араластырып алдым. Ал енді салатты жинай берсек болады. Міне өте тез, көріп тұрғандай. Және әдемілеу әрине әркімнің өзінің идеясы. Ұмытпаңыздар. Алып қосарларыңыз бар болса, комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Бетіне кедровые орехи саламын. Келесі моцарелла. Темный бальзамический креммен әдемілеп шығамын. Келесі апельсинді қоямыз. Және қызыл қылшаны. Осымен біздің 2 минутта салатымыз дайын болды. Пайдалы және өте әдемі шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және комментарийға пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.